Ақша қолдың кірі, ақшадан кейін қолыңды жу. Дәл осы фразаларды бала кезіңізден сіз жиі естіген шығарсыз. Мен кішкентайымнан үлкендерден өте көп еститінмін бұл сөздерді. Жалпы бұл фразалардың астарында қандай мағына жатыр? Яғни ақша ол кір, сасық, байлықтан аулақ бол, ақша жаман деген мағынаны білдіреді. Дәл осындай фразалардың арқасында біздің түп санамызда ақшаға деген қорқыныш, ақшаға деген негатив пайда болады. Армысыздар достар, сіздермен әдеттегенше Адияр Албай YouTube каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен ақша және қорқыныш тақырыбында тамаша тақырыпты қозғайтын боламыз. Адамның түп санасында ақшаға қатысты қорқыныштар көп болса, оның ешқашан ақша потогы ашылмайды, яғни ол байлыққа жете алмайды. Барлығы әрине кішкентай бала кезімізден басталады, сондықтан да басында айтып өткен фразалар мысалға біздің өмірімізде өте көп кездеседі. Сонымен қатар тағы басқа фразаларды айтып өтетін болсақ, ол бізде мысалы ақшаңды көрсете берме, біреу ұрлап кетеді, немесе бай болсаң жақсы достарың болмайды, адал досың болмайды. Ақшаң көп болса, ұры көп түседі, немесе ақшаң көп болса, құтырып кетесің. Осы фразалар мен шын айтсам өте жиі еститінмін. Одан кейін ақша ол қолдың кірі, бай жігіттер, қыздар бай жігітке шықсаң көп қыдырады деген сияқты. Осындай бір енді өмірде көп кездесетін, өте жиі кездесетін фразалар, бірақ ол до такой степени андай миымызда сіңіп кеткен бір қарапайым фраза сияқты. Бірақ осы сөздерді айтқан сайын, осы сөздерді кішкентай кезімізден осы уақытқа дейін естіген сайын біздің түп санамызда ақша ол жаман екен, ақшаның арқасында адамның ішкі жан дүниесі тыныш болмайды екен, оданша тыныш, жақсы, осы қарапайым өмірімді өмір сүре берейін деген сияқты ой қалыптасып кетеді. Осыдан кейін әрине мысалға консультацияға көп келген қыздар айтып жатады, дәл айтасыз, мен осы фразаларды өте көп еститін едім деген сияқты. Сол себептен осы негатив установкаларымызды біз позитив установкаларымызды ауыстырып үйренуіміз керек. Мысалға, ақша қолдың кірі, ақшадан кейін қолыңды жу деген фразаны неге айтады? Себебі ақша қолдан өткен кезде мысалға кір болып кетеді, лас болып кетеді деген сияқты мағынада айтылған. Дегенмен де мысалға бай адамдар туралы фильмдер қарасаңыздар, немесе бай адамдардың жалпы кошелегіне былай мән беріп көріңіздер. Мысалы, араласқан кезде, бір жерге барған кезде, бір семинарларға, ол кісілерде ешқашан мыжық кір ақша болмайды. Олар всегда ақшаны таза, аккуратно ұстайды. Всегда банкоматтан прям көп ақша алып жатқан көріп жатасыз ғой, мысалға фильмдарда. Сол себептен де олардан андай понятие вообще жоқ. Сол себептен де ондай сөзді көп әсіресе миллиардер, миллионерлерден естімейсіздер. Және де мысалға ақшаның өзі таза, күшті болған жақсы көреді, сонда ол ақша шақыртады. Мысалға, сіз бүгін жалақы алдыңыз, раз кошелекке мыжып сала салыңыз, или сумкаға сала салыңыз, или кітаптың арасына оқып жүрген сала салыңыз, ол кезде сізге ақша келмейді. Яғни уже сізде ақшаға қатысты негатив установкалар бар деген сөз. Ақша ол сізге бір қуаныш алып келмейді, сондықтан сіз оны әдемі, күшті қылып ұстамайсыз. Вот поэтому бұл фразаны біз қалай ауыстырамыз? Ақша маған мысалға қуаныш алып келеді. Сосын бұл фраза жұмыс істеу үшін сіз міндетті түрде мысалға бір жалақы алдыңыз ба, или декретный алдыңыз, допустим, или біреу ақша берді сізге жолдасыңыз. Сол ақшаның міндетті түрде сіз бір ләззатын алуыңыз керек. Какой-то бір 10%, 20% өзіңізге бірдеңе сатып аласыз. Бұрыннан бір ойлап жүрген, или бір алғыңыз келіп жүрген, өзіңізді шынымен қатты қуантатын бір зат аласыз. Сол кезде сізде уже мышление ауысады. Ақша маған ләззат алып келеді екен ғой деген сияқты. Ал егер сіз ақшаны постоянно аласыз, мысалға бір өзіңізге білінбейтін нәрселерге бұзып тастайсыз, мысалы үй, бала шаға, тамақ деп кетіп қалады да, өзіңізге бір көрінбей қалады. Міне осы кезде бізде негатив установкалар пайда болады, ақшадан ләззат алмайды екен, сондықтан оны көп ақша табудың қажеті не деген сияқты. Ал бұның өзі кәдімгідей мидағы қорқыныштар, нашар установкалар. Немесе тағы бір установка, ақшаң көп болса, жақсы достарың болмайды, сені тек қана ақша үшін жақсы көреді. Ол вообще шын дүние емес. Өйткені сіз жоғарғы сатыға көтерілген сайын, сіз сондай адамдардың қатарына қосыла бересіз. Сондықтан да
сізде тағы қосымша басқа достарыңыз пайда болады, иә. Неге мысалға кейде адам байыған кезде ескі бұрынғы дамымай қалған достарымен, араласқан достарымен кейде араласпай кетеді. Ол жаңа шын досы болмай қалды деген сөз емес. Яғни оған уже ол уровень қызық емес болып қалады. Өйткені оның әңгімесі де басқа, тірлігі де басқа. Ол уже жаңа қарапайым өмірмен, сол негатив установкалармен, еріншектікті әлі жеңбеген адамдармен ары қарай араласқысы келмейді. Тек осы айырмашылық. Бізде ойлаймыз, ол ақша тапты, өзінше болып кетті. Жоқ, ол көп ақша тапқан сайын, яғни ол дамыды, ол оқыды. Яғни ол одан да ары қарай ақылды, мықты адамдармен араласқысы келеді деген сөз. Әрине, мысалға бұрынғы достардың ішінен біреу ниет білдіріп жатса, иә, мен де сондай болғым келеді сен сияқты, маған үйретші, көрсетші десе, шын ниеті жақсы адам, ол әрине міндетті түрде көмектеседі. Ал егер де эгосы мықты болса, онда арада түсініспеушіліктер болып, кішкене адам өзіншілеу болып кетуі мүмкін. Бірақ бұл уже басқа тақырып, иә. Біз бүгін ақша және негатив установкалар туралы айтып жатырмыз. Сондықтан да негатив барлық установкаларымызбен жақсы дұрыс жұмыс істеу үшін және шешім жақсы қорытынды шығару үшін сіздерге тапсырма. Осы видеоның астында комментарийға қандай сіз кішкентай кезіңізде ақшаға қатысты негатив установка естідіңіз, прям соның барлығын тізіп жазыңыз, иә. Мен сізге оның позитив установкасына ауыстырып жауапты қайтаратын болам. Сонда сіз өзіңіздің жаңағы нашар установкаларыңызбен жұмыс істей алатын боласыздар. Ал мен, достар, сіздермен қоштаспаймын, тек қана келесі көріскенше күн жақсы деймін. Егер де ақша потогыңызды көбейтіп, өзіңіздің түп санаңызда жүрген бір көкейлеріңізді, мәселелеріңізді шешкіңіз келсе, онда мен сіздерді өзімнің авторлық онлайн консультацияма шақырамын. Онлайн және офлайн. Алматы қаласында болсаңыздар, кездесіп, сіздермен әңгіме дүкен құратын боламыз. Сол себептен де хабарласыңыздар, WhatsApp номер описаниеде бар. Сонымен қатар, егер менің авторлық кітаптарыммен танысып сатып алғыларыңыз келсе, онда да WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Кітаптар психологияға және ақшаға байланысты. Сол, барлықтарыңызға сәттілік.